Қайырлы күн, ханымдар, ханшайымдар, өз қалдарыңыз қалай? Міндетті түрде YouTube каналға жазылып қойыңыздар. Өздеріңіздің келесіде қандай тағам, қандай салат қажет екенін, үйренгіңіз келетінін міндетті түрде жаза кетіңіз. Біз сіздермен қазір марковча дейміз. Менің өте жақсы көретін салатым, шын айтайын. Енді сіздер мүмкін базардан да алып жүрген шығарсыздар, базарда алғанда ол жерде не істейді, кристаллик қосады, не қосады. Біз үйдегі жағдайлармен әдемі, дәмді, олардан да өте дәмдірек етіп жасап көрсетуге тырысамын, міндетті түрде. Енді ол үшін бізге не керек? Әдемі мынандай сәбіздер керек. Бұның бәрін салқын суға салып қойсаңыз, өте керемет болады. Міндетті түрде салқын суға салып қойсаңыз, сіздің салатыңыз әдемі сочный болады. Жақсы, кеттік, онда ары қарай жалғастырайық. Біз не істейміз? Қолымызға мынандай теркіні аламыз. Осыны қолдарыңызды қатты не қылып алмай, мінекей осылай терететіп шығарсыздар, мінекей. Байқадыңыз ғой, Ал қыздар, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мен барлығын жақсы өткізіп болдым. Барлығын өткізіп болдым. Енді бізге керегі тұз. Сіздерге қанша керек, сонша өзіңізге ыңғайластырып жасасаңыз болады. 1 килограммға жасасаңыз болады. Жоқ, 2 килограммға жасасаңыз болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Тұз, қажетті заттардың барлығы ол өзіңіздің талғамыңызға сай. Жаңағыдай не дейді? Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Міндетті түрде осылай тұзбен жақсылап араластырып, қатты мыжбайсыздар, но бірақ араластырып жатқанды көріп тұрсыздар, араластырып, кішкене ғана қысып қоясыздар. Қатты мыжып, бұлай жасаудың қажет жоқ. Біз не істеп жатырмыз? Мынау. Ал қыздар, енді бізге келесі не керек? Енді нормасын өзім жазатын болам, міндетті түрде қасықтың ұшымен, кішкентай қасықпен мен жарты қасық салам, өзімнің немнің көлеміне байланысты, жарай ма? Одан кейін мінекей мынандай бізде қызыл бұрыш. Сосын мынау чеснок күшпен жақсылап өткізіп аласыздар. Чеснокодавкамен жасасаңыздар да болады, Жақсы. Енді осының барлығын өткізіп алдыңыз. Осының барлығын болғаннан кейін не істейміз? Біз ыстық қайнап тұрған май құямыз. Одан кейін жаңағы зелень саласыз ба, болгарский саласыз ба, жоқ әлде помидор саласыз ба, өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты. Қазір бұның барлығын жасап, осы майды, ыстық майды қазір құямыз сіздермен бірге, араластырып болғаннан кейін бұны холодильникке салып қою керек. Ал қыздар, көріп тұрсыздар, жаңа өзіміз чеснокты барынша өтіп қойдық, Неке барлығын дайындадық. Енді не істейміз? Біз қызып тұрған майымызды осының үстіне құямыз. Қызып тұрған майымызды құйдық. Енді жақсылап араластырамыз. Енді араластырам деп қолдарыңыз күйіп кетпесін, байқайсыздар ғой. Неке. Ең соңында, қазір мінекей мынаның бәрін жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында біз қант саламыз қазір. Осыны жақсылап араластырып, үлкен қасықпен 1 қасық қант саламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Қияр салдым, помидор салдым, болгарский перец салдым, бәрін соломкамен турап-турап, мінекей. Соломкамен турап-турап, мінекей. Зелень салсаңыздар да болады, міндетті түрде холодильникке қойып қойыңыздар, одан кейін әдемі дәмді болады. Ал осындай әдемі салат жеймін десеңіздер, менің парақшама жазылыңыздар. Ал ханымдар, ханшайымдар, мінекей сіздермен бірге әдемі дәмді салатты дайындадық. Барлығыңызға ас болсын. Егер осындай керемет дәмді үйдегі бар өнімдермен тағам жасап, немесе салат жасаймын десеңіздер, міндетті түрде шеф Гүлсана парақшасына YouTube каналға жазылып қойсаңыздар болады. Комментарий жазып, лайк басып дегендей, өзіңіздің келесі жолы қандай рецепт күтетініңізді міндетті түрде жаза кетіңіздер. Мен сіздерді күтетін боламын. Сау саламатта болыңыздар.